Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ерекше дайындалатын лепешканы рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге жылы кефир қажет және оған тұз бен нан содамызды саламыз. Ұнымызды електен өткізіп саламыз. Қамырымызды жақсылап араластырамыз және қолымызбен илейміз. Бетін 20 минутқа жауып, жылы жерге қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Қамыр қатты көтерілмейді, міне осындай жұмсақ болып тұрады және осы қамырды 6 бөлікке бөлеміз. Шамамен бір бөлігіміз 50 грамдай болып шығады. Енді әр бөлігімізді дөңгелек етіп аламыз. Нанның салмасын дайындаймыз. Нанның салмасын дайындағанша қамырымыздың бетін жауып бір шетке қоя тұрамыз. Бізге сүзбе қажет және ірімшік қажет. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Көк пиязымызды турап саламыз. Және шым-шым тұздан себеміз. Жақсылап араластырамыз. Енді қамырымызды жайып шығамыз. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен 3 сантиметрде болады. Қатты жұқа етіп жаймаймыз. Ортасына салмамызды салып, қамырдың жан-жағын біріктіреміз. Және оқтаудың көмегімен бетін кішкене жайып шығамыз. Біздің нандарымыз қатты үлкен болмайды, кішкентай нан болып шығады, сондықтан қамырымызды қатты жаймаймыз. Біздің нандарымыз дайын болды. Қалыңдығы қатты қалың да емес, жұқа да емес, дәл видеодағыдай осындай болу қажет. Енді қызып тұрған табаға нанымызды салып, бір бетін 15 минут, екінші бетін 15 минуттай пісіріп аламыз. Баяу отта пісіреміз. Нан ыстық болып тұрған кезде бетінен осылай сармаймен жағып шығамыз. Әр нанымыздың үстінен осылай сармаймен жағып шығатын боламыз. Нандарды міндетті түрде ыстық күйінше жеп көріңіздер, дәмі деген сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап, жақындарыңызды қуантыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.